Қай жақтан шыққанын көргілеріңіз келсе, футбол саған нан бола ма деп. Медийный команда ашып, бәріңіз білетін футбольный блогер Әлішер Келгенбайдың қай жақтан шыққанын көргілеріңіз келсе, видеоға қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Сіздермен Әлішер Келгенбай. Дәл бүгін біз өзіміздің бұрынғы үйімізге келдік. Бәрі ойлайды, Инстаграмға тек қана жақсы сәттерімізді ғана салғаннан кейін, ой, бұл бір байдың баласы, бұл деген бір мажырдың баласы деп ойлайтын шығар. Әлхамдулилля, ештеңкеге жалғыз етпейміз, бірақ шындық осындай. Міне қараңыздар, дәл менің бала күнгі өскен үйім былайша айтқан кезде, Әлішер қай жақтан пайда болды деген кезде, міне мынау жасыл алаңда доп теуі былайша айтқан кезде деп. Сосын біздің үйдің табалдырығы дерске болатын, қараңыздар. Біз енді былай домалақ арка сияқты болып тұратын. Андай, бізде айтатын, бізде деген дерске табалдырық бар деп айтатынбыз, короче. Үй туралы келген кезде біз басында квартирант болатынбыз. Үймен 13 жылдай квартира тұрғанбыз, әкеміз, шешеміз. 4-ші класста біз осы жерден жер алып, үйдегілер әлхамдулилля өзіміздің үйімізді салып, мен 4-ші класстан бастап осы Алмалыбақ ауылы, Алматы қаласы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылы, Киіз деген жерді мекенде оқыдым. Давайте кет, бисмилля деп, рум-турды көрсетейік. Так, бұл кіреберіс, біздің міне кіреберіс тапчан, біздің тапчан. Мына жерде біздің орындығымыз болатын, орындық қоямыз. Мына жақта отырып тамақ ішеміз. Мына жерде міне бізде қараңыздар, кухня, получается, біздің міне күнделікті тамақ жасайтын, біз сабаққа бір жаққа кеткен кезде үш жерде отырып тез шай ішетінбіз, тренировкаға баратынбыз. Мына жақта как положено өзіміз жұмыртқа қуырып деген сияқты. Сіздер білетін Келгенбай Әлішер дәл осы комнатада былайынан жатып алатынбызда, короче, или набұрыш. Негізінде дивандар неше түрлі өзгерді, мына жақта өзгерді, былай өзгерді, короче. Бұл бөлме енді қаншама былайша айтқан кезде естеліктерге толы. Барсаның СЖ-ға камбэгін көрген телевизор мынау. Барса когда алтта бір кісі жұмыртты ғой, сол кезде осы телевизордан көргенбіз. Мына жақ міне біздің мына жақ бізде міне әке-шешеміздің жататын бөлмесі. Сіздер білетін кішкентай Келгенбай Әлішер дәл осы үйде тұрып, дәл осы үйде тренировка жасап, дәл осы үйде армандап, дәл осы үйде жаттығуларға барып, дәл осы үйде ұрыс естіп, дәл осы үйде футбол саған нан бола ма деп менің қолымнан келсе, демек сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Менің ешкімнен артықшылығым жоқ, тек қана армандап, сол арманға жету деген ынта. Сол үшін құрметті көрермен, сіздер көріп отырсаңыз, міне мынандай жағдайдан қазіргі жағдайға жетіп отқанымыз, ол деген бәріміздің қолымыздан келеді. Бәлкім бұдан да төмен тұратын жігіттері бар, немесе бізден де жақсы тұратын жігіттері бар. Бірақ та бізді ортақтастыратын біздің арманымыз, біздің алға қойған мақсатымыз. Сол себепті бұл видеоны басқа жігіттерге сабақ болсын, басқа жігіттерге мотивация болсын деп жөн көрдім. Дәл қазір біз поляға барған кезде сол жақта продолжениясын айтып кеттік онда. Ал достар, осымен менің туып өскен футболдан алғашқы жарыстарға қатысып, үлкен жетістіктерге жеткен футболдағы қара шаңырағым деп айтайықшы, Киздағы дәу поляға келдік. Қараңыз. We are champions, my friend. Тема, ощущение, мен мына жақта біраз уақыт болмаппын, оказывается. Қаншама жеңіс, қаншама тим, қаншама төбелес десең, қаншама воспоминания бірден келіп тұр, сол себепті бір күшті ощущение болып тұр. Жалпы негізінде бұл поля дәл қазір міне
андай солидный, әдемі болып тұр ғой на самом деле. Бірақ біздің кезімізде даже бұл бетон да болмайтын, газон да болмайтын, қазіргі көріп тұрған мына жақтағы орындықтар, былайша айтқан кезде түгі болмайтын. Бұл жерде чисто қара жер болатын. Фотодан көрсеңіздер болады. Мен ең алғашқы жетістікке жеткен кездерім. Плюс бүкіл қызықтар осы жақта болатын. Ең алғашқы 4-ші классымда осы жақта келіп, қателеспесем 5-ші классымда осы жақта мектепаралық жарысқа қатысып чемпион болғанбыз. Сөйтіп осы поляда былайша айтқанда Киздің атынан біз үлкен лига ойнайтынбыз. Бізде осы Қарасай ауданында жалпы лигалар болады. Мысалы, ауыл мен ауыл бір-біріне қарсы ойнайды. Мысалы, мына жақта Жамбыл, Қаскелең деген сияқты. Просто характерға қарайды. Сен айтады, сен нападающийсің дейді, сен правыйсың дейді. Жаңағыдай тактически шыққанда ештеңке түсіндірмейтін. Просто алатынбызда осы жаққа шығып рубиться ететінбіз, короче. Бірге бір алданба, алданып қалсаң до конца жүгіру деген понятие ғой, короче. И осылайынан осы поляларда ойнап жүріп, бағанағындай ғой, мен футболист болатынымды білген жоқпын. Дзюдоға қатысында параллельно футбол ойнап жүрдім. Лигаларға қатысып 8-9 классында, получается, осы сборный Киздің сборныйына ойнайтын. Сіздер білетін Келгенбай Әлішер міне дәл осы поляда ойнап, былайша айтқанда опыт жинап, өзінің футболист болатынын білмесе де, бүкіл бос уақытының бәрін осы поляда өткізетінбіз. Доп теуіп, ар жақта үйге кетіп қалатын, ona үймен кипишавать етіп, короче, на жақта хайвай болып, терезесін шағып қойып, оның терезесіне ақша жинап, былайша айтқанда доп барып, крышаға асып кетіп, ол допты таппай, короче, өңкей қызықтың бәрі осы жақта болатын. Білетін Әлішер Келгенбай осындай қарапайым жерден шыққан. Сол себепті егерде менің сыртынан көріп, жаңағындай ойнау повезло, ойнау бір бәке жәкесі бар ғой деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Осындай қарапайым үйден, қарапайым отбасыдан, қарапайым поляда футбол ойнап жүрген баладан дәл қазір бүкіл әлемге альхамдулилля танылып келе жатырмыз. Сол себепті бұнымен тоқтап қалған жоқпыз. Бұл әңгімені енді не үшін айтып отырмын? Құдай қаласа, мен осы ырымдап, осы поляда ойнап жүріп, біз аудандық J-лига деген жарысқа қатыстық, жаңа тұрмыс деген жерге барып, сол жерден футбол-лендта ең алғашқы J-лиганы бастаған біз едік. Сол себепті сол J-лигада ойнап, артынан Астанаға көшіп кетіп, былайша айтқан кезде дәл қазір футболист атанып, футбольный блогер атанып, бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем тани бастады. Тура соны ырымдап жігіттер, мен жаңа команда ашпақшымын, АК-10 деген, то же самое J-лигаға заявиться етіп, заново ешқандай профикті, ешқандай танысты, связьбен емес, қарапайым халықты осындай жай ғана алаңда ойнап жүрген танысы жоқ, былайша айтқанда. Проф болса да жарайды, бірақ та жетістікке жеткісі келетін отборға қатысып, конкретно сол отбордан мен деген достойный жігіттерді алып, по характеру жаңағындай, и сондай команда құрып, J-лиганың бүкіл чемпионатын ұтып. Ассалаумағалейкум, бүгін біз J-лигадамыз. Алматы қаласындағы ең танымал және де ең мықты лига. J-лига 2014 жылы құрылған, дәл қазір 3 дивизион және де 40 команда бар. Бізбен бірге керемет Артемдай комментатор бар. Өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, бәрі де кәсіби түрде. Және де трансляция туралы айтатын болсақ, 3 бірдей камера бар. Алаңның ортасында, оң жағында және де сол жағында. Рефериларға келетін болсақ, бірінші лиганы КПЛ-ді судить ететін біздің реферилар. Сол беріп қойса, брат. Дәл қазір біз финалдамыз, ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сондай намысты қолға бермейтін, иншаллах, сол себепті осы видеоның шығуына сол менің арман мақсатым себепкер болды. Қазақстанның атын бүкіл әлемге танытатын, иншаллах, керемет команда болады деген сенемін. Ендігі айтқым келетін, мен сіздерсіз ешкім емеспін, достар.
Сол себепті сіздердің қолдауларыңызбен осы алдағы айтқан арман мақсаттарға біз жетуге ұмтыламыз. Егер де сіз маған сенетін болсаңыз, мен де сіздерге барынша қолымнан келгенін тырысатын боламын. Сол себепті бәріміз жиналып, жұдырықтай жиналып, иншаллах Kings Лиганы бағындырайық, чемпионат мираны бағындырайық. Сөйтіп Қазақстанның атын бүкіл әлемге танытайық, достар. Ал енді отбор қалай болады десеңіздер, онда видеоның соңын қараңыздар. Қандай критерий болу керек, барлығын видеода түсіндіретін боламыз. Ендеше іске сәт. Әділхан Мұхтар. Алейкум ассалам, Азимхан Қалиев. Айта кетсеңіз. Марғұлан Тұнығұлы. Міне біз отбор бәрін өткізіп, қазір отбордан өткен жігіттерді дәл қазір товаріне қалып келдік. Сол себепті біздің команда толықтай былайша айтқанда нөлден басталып құрылып жатыр. Чисто игроктардың бәрін біз халықтың ішінен алып жатырмыз. Чаттың ішіне кірген жігіттерден және осы жаққа отборға келген жігіттердің ішінен ең мықтыларын таңдап осы жаққа алдық. Дәл қазір біз ровно 22 игрок отбордан өткізген болатынбыз. Өкінішке орай бүгін товарняққа солардың тек 17-сі ғана келді. Получается, ар жағында 5 игрок отбордан ары қарай өтпейді. А то, что келген 17 игроктың ішінен біз бүгін қараймыз, қанша игрок уровеньға сәйкес келеді, былайша айтқан кезде өзін жақсы көрсете алады. Қарсылас командалар, олар біздің ойнайын деп жатқан лиганың, получается, 3-ші лигасында, ал біз 4-ші лигасына қосылайын деп жатыр, қателеспесем. Сол себепті ол команда уже бұрыннан ойнаған команда, оларда да отбор болып жатыр, былайша айтқан кезде. И как раз кімнің мықты екенін дәл бүгін көреміз. Главное, біздің жігіттердің қандай деңгейде екенін көргіміз келеді. Егер шынымен де біздің жаңағыдай көпшілік ойыншымыз онша ойнай алмай жатқан жағдайда, біз отборды одан сайын усиленно жасатып, мықты игроктарды әлі де өзіміздің командамызға тартамыз. Сол себепті егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, сізде әлі уақыт бар. 30 наурызға дейін біз отборды жалғастырамыз. И біз бұл товарняктен кейін әлі тағы 2 товарняк өткіземіз. 2 товарняктың алдында біз өзіміздің жаңағыдай лигаға ар жақта АК10 чатына кірсеңіздер, менің TikTok, Instagram парақшамыздағы профильдағы сілтеме бар. Сол сілтемеге өтсеңіздер, АК10 чатына кіресіздер. Сол чатқа кіріп, біздің ойындардың күнде болатын ойындарға список жүреді. Сол спискқа тіркеліп, келіп, ойнап, мини турнирға қатысып, біздің командаға отборға өте аласыздар. Сол себепті міне біздің қазір тренер да келді. Давайте жақындап көрейік, не айтып жатыр, қалай болып жатыр. Өзі ойындарымды ойнайындар жігіттер. Жаңағындай саспақтау нені бәрін ұмытамыз. Көбірек паспен ойнайындар, доп көп ұстамаңдар. Ана флангтан мына флангқа ауыстырып, разворот, егер возможно болса, разворотшысына центральный защитник, подсказ, голоспен, кім центральный защитник ойнайды, солар кішкене голоспен ойнаймыз. Жарай ма? И нападающийлар кішкене офсайдты қараңдар, судья бәрі бар, как положено. Сол самый главный, борьбадан ұтылмаңдар. До конца ойнаймыз. Енді максимально жиналдық қой отборға, енді мықтылардың келіңдер. Өздерін көрсетті сәтті келді енді. Команда үшін намысқа қарсы ойнаймыз. Давай, жігіттер. Былайнан тренердің айтқан естіңіздер ғой, полностью қосыламыз, сасқалақтамай, давайте шығып, андай отбор деген тоже мидан аламыз. От души кайфуйте, қалай ойнай аласыздар, солай ойнаңыздар, хорошо? И сосын біз сырттан қазір бақылаймыз, бақылап, енді қай позиция кімге қалай ойнап жатқанда бәрі белгілі болады. В принципе, бірақ айтатын нәрсе бар, жігіттер, давайте, бұл жарыс өтеді де кетеді, бұл отборда өтеді де кетеді. Біздің адамгершілігіміз қалу керек. Тем более қасиетті Рамазан айы, бірімізге пихать етіп, бірімізге боқтап деген нәрсе болмасын. Қазір ұтыламыз ба, ұтамыз ба, ол разница жоқ. Главное, біз ойынымызды әдемі ойнасақ, керу кезде матчтар болады. Миллион атака жасайсың, штангаға терет, перекладинаға тиет, былайша айтқанда пустой воротаға саламай қаласың. Пустой, в общем, сондай ситуациялар болады. Бірақ келеді да бізге 2 атака, 2 гол кіріп ұтылып қалатын моменттер болады. Либо наоборот, короче. Сол үшін любой состояние болсын, главное, бауырмашылығымызды сақтап, әдемі ойын көрсетейік, жарай ма? Давай, хорошо. По 30, давай по 30. Ну, 5-10 минут отдыха, да? Там установка, она. Давай. 30. Каждые 30 минут 5 минут. Да. Каждые 30 минут 5 минут отдыха. Все, давайте.
көбелер допты алдыңдар атака кетіп алсыңдар. Біз қазір бүгін кішкене дом ойнап көреміз да. Бірақ флангы кішкене жақындай бересіңдер. И потом бір ауыз сөз енді бізге сенім артылды жігіттіңдер ше, Алишер деп. Давайте. Мен деген өткен жігіттеріміз бәріміз индивидуально бәріміз мықтымыз. Давайте осыны бір команда ретінде көрейік. Олар да біз сияқты просто бір J-лигада деген ойнаған арты болмаса, тура біз сияқты мықтымыз. Бір-бірімізге подсказывать етеміз. Подсказ. Шире, сзади, горишь, один. Бери на себя, сол артындағы игроктарды біз ешкім көз жоқ, подсказ береміз. Разверни, может, сол доп талған кезде адам бас істемей қалады, подпрессинг істемей қалады. Давайте. Жақсы, кәсіп. Красав! Давай, Димон. Балам, давай, балам. Gel yapayım ya. Tamam. Жақсы. Көрме үлгермей қалдыр екен. Сізде сол сай пайда деймін. Слушай, біреуін қалып, біреуін сапа дейсің. Екеуің алда шығып келесің. Мына ұятқа үлгермей қалдыр. Жетпей алмаймын енді. Марго, сен допты аласың, я алды қарай асасың. Алды қарай. Үйін напай ешесің. Жоқ, мен қайға деп отқан ғой. Жоқ, өз доппен көтересің, алды кетесің, артынан жалғыз алды. Қалыр ма оны? Марго, сен қалуың керек. Біз лидерный команда болғаннан кейін бұйырса ала алсақ бізге адамдар қарайтын болады. Сол үшін біз даже прав болайық, не прав болайық. Адамның өмірі, адамның көңілі футболдан дороже жігіттер. Жаңағындай моменттерде бір нәрсе боқтап кетсе боқтап кете берсін. Ештеңе етпейді. Сен командадан үлкен емессің. Сен тұрып красный алсаң, қазір данный момент ұтыламызда қаламыз, настроение жоқ. Өздеріңізге былайша айтқанда отборды погубите жігіттер. Сол үшін қазір қалған үшінші тайм, решающий тайм максимально давить етіп көруге тырысақ, шот жасауға тырысақ, но при этом оборонаны ұмытпайық. Хорошо? Қатты алысқа кетпей ақ, енді ары қарай тренер өзі айтады, просто жігіттерім, мен бағанағы моменттер сенікі дұрыс болса да, дұрыс болмаса да сен кешірім сұрап кетуге сен міндеттісің. Бұл мұсылмандардың ең басты қасиеті. И біздің команданың ұстанымы да сондай жігіттер. Біздің команда, біз бәріне үлгілі команда болуымыз керек, жарай ма? Сол үшін қазірден бастап қараймыз, жаңағындай артық мінездерімізді кішкене былай сыртқа жинап қояйық. Жарайды ғой? Но друг за друга бір-біріміз үшін до конца барамыз. Типа кеп итеріс баналына отса, тұрып өзіміздікін алып кетейік. Олардікін емес, или там оларды құшақтап алып кетейік, просто ұрып, итерісіп, ұстап керек емес, жарай ма? Ойымен доказ етіп тастайық, короче. Доказ қай флангқа шыға? Мен өзім просто сіздермен бірге ойнайық, қалай ойын болатынын, жарай ма? Сол жақта, сол жақта. Сен оны сол оң жаққа жасында? Все, мен алға деймін, сіздер қазақ та ойнайсыз. Алға қазақ, жарай ма? Алға! Қазақ! Давай, похлопай. Жасыр. Бисмилlah, көре.
Мен дұрыс қызған жоқпын, қалай болатын? Алсат екен бе? Риза болып жақсы. Бастамасы жақсы, жаман емес. Енді үлкен футбол не екенін түсініп отырсың ғой? Примерно түсіндіңдер ғой, иә? Бірақ кішкене жұмыс жүріп болды, тактически. А так ойын жақсы болып ұнады маған. Тактически жұмыс керек көбірек. Страховка, қозғалу, пас, бәрін жаттығуда көрсететін боламыз. Жалпы жаман емес. Сол, молодцы, жеңіс құтты болсын. Ал осымен бүгінгі АК-10 командасымен Алатау ФК командасының товарищеский жолдастық кездесу ойын өтті. Бір Алланың қалауымен біз 3-1 есебімен жеңіске жеттік. Сол үшін команда, давайте құттықтаймыз, давай бір-бірімізді. Алмасеке өзіңіз бір ауыз. Бүгінгі жеңісіміз құтты болсын. Ары қаратай побольше жеңістеріміз бола берсін. Сол жігіттер, давайте похлопали, молодцы, рахмет. За игру рахмет. Осымен бүгінгі біздің отборымыз аяқталды. Иншалла біздің арғы келесі отборларда тоже мықты игроктар келеді деп ойлаймыз. Сол себепті сіздермен халықтың командасы АК-10 алға қазақ! Хорош. Все, давайте. Мен бір видео түсірейін деп едім, мынаны өшіп тастаған ғой. Ал достар, осымен выпусктың соңына келдік. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Жалпы келесі выпусктарда біз сіздерге күшті жаңалықтар дайындап қойдық. Шынымды айтсам, өте қатты қуанып тұрмын. Бөліскім келіп тұр. Егер де сіз соны білгіңіз келсе, біздің выпусктарды өткізіп алмау үшін бізге подписаться етіп, бізге өз ойларыңызды, лайктарыңызды қойыңыздар, колокольчикқа басып қойыңыздар. Және де біздің командаға әлі отбор жалғасуда. Сол отборға келу үшін профильдағы сілтемеге өтіп, АК-10 чатына тіркеліп, сол жақтағы матчқа келіңіздер. Міндетті түрде, егер де сіз лайық болсаңыз, біз командаға аламыз. Сіздермен бірге болған халықтың командасы АК-10 және де мұсылман қазақ Әлішер Келгенбай, сіздерден қолдау күтеміз және келесі кездескенше деп айтамыз.